Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығының студенттеріне арналған пайдалы қазба кен орындарының геология өнеркәсіптік типтері пәні бойынша ашық онлайн дәріс сабағымызды жалғастырамыз. Тақырыбымызды еске сала кетейік. Радиоактивті шикізат кен орындарының өнеркәсіптік типтері, олардың ішінде уран және торий кен орындарымен танысатын боламыз. Дәріс сабағын жүргізуші, аға оқытушы Мұхажанова Жанна Төлеубековна. Дәрісіміздің мақсаты радиоактивті шикізат кен орындарының өнеркәсіптік типтерін оқып білу. Дәрісіміздің жоспарына сай, бүгін біз екінші бөлімді қарастыратын боламыз. Екінші бөлімде біз уран кен орындарын талқылауды жалғастырамыз. Уран кен орындары. Қазақстанның геологиялық құрылымы, негізгі геологиялық түзілімдер, олар уран кен орындарының пайда болуымен қалай байланысты және уранды анықтау үшін әлеуетті аймақтар кен орындары, кендерді табу ықтималдылығы жоғарғы учаскелер. Жалпы Қазақстанда негізгі 6 кен орын учаскелері бойынша уран кен орындарының мөлшері жоғары болып табылады. Олардың ішінде бірінші орында бізде Сырдария, екінші орында Шу-Сарысу, үшінші орында солтүстік Қазақстан, төртінші орында Іле және бесінші орында Каспий маңы, ал алтыншы орында Балқаш маңы жатады екен. Геологиялық барлау әдістері, геохимиялық талдаулар, уранмен байланысты элементтердің құрамын бағалау, геофизикалық әдістер, гравитацияны қолдану, магниттік радиометрия, ұңғымаларды бұрғылау, ақпараттық құндылық және сынамаларды талдау әдістерінен тұрады екен. Қазақстан жер қойнауындағы уранның дүниежүзілік қорының 25% шоғырланған. Сонымен қатар қазақстандық уранның 75% жер асты скважиналық шаю әдісімен өндірілетін қабаттық тотығудың аймақтық зоналардың экзогендік, гидрогенді кен орындарында шоғырланған екен. Қазақстан уранның барланған қорларының 75% қабаттық инфильтрациялық типке жатады. Оны жер асты скважиналық шаю әдісімен өндіруге болады. 1998 жылдан бастап республикада өндірілген уран шамамен толығымен осы әдіс бойынша өндірілген екен. Қазақстанда қабаттық инфильтрациялық уран кен орындары Шу-Сарысу, Сырдария және Іле кен провинцияларында кеңінен таралған және ұзындығы 100 километрлерге жететін қабаттық тотығу зоналарының аймақтық аумақтарымен реттеледі екен. Берілген типтес кен орындарында жатқан уранның жалпы қоры Қазақстандағы жалпы уран қорының 75%-ын құрайды екен. Негізгі олжалар мен тарихи кен орындары. Қазақстанның уран кен орындары ірі кен орындарына шолу және олардың сипаттамалары бойынша игеру және өндіру тәжірибесі мен табысты жобалардың тарихы бойынша қарастырылады екен. Жалпы 2022 жылғы зерттеу нәтижелеріне сәйкес Қазақстандағы уран кен орындарының қорлары бойынша анықтама жүргізілген екен. Алдыңғы суретте көрсетілгендей, бұл жақта ең бірінші резерв және ресурсы бойынша бізде Инкай кен орны бірінші орынға иеленген екен. Одан кейінгі Инкай 2-3, Буденовская, Ақбастау, Қаратау, Орталық, Хорасан, Сауран, Семізбай, Байкен, Апақ, Ру-6, Заречная кен орындары танымал. Қазақстанның
гидрогенді уран кен орындары арасында жер асты скважиналық шаю әдісімен өндіру үшін өндірістік жағынан ең маңыздылары қабаттық тотығудың аймақтық зоналарымен байланысты және мезозой-кайнозой дәуірлерінің жақсы сіңіретін сутекті шөгінділерінде орналасқан екен. Республиканың қабаттық инфильтрациялық кен орындарының өнеркәсіптік объектілерінің ішінде Шу-Сарысу уран кен провинцияларында Мыңқұдық, Ақтала, Жалпақ, Уванс, Қанжуған, Мойынқұм, Інкай, Буденовская кен орындарын жатқызады екен. Сырдария уран кен провинцияларында солтүстік және оңтүстік Қарамұрын, Ірікөл, Заречное, Харасан, Ілеп, ал Іле провинцияларында Случекинское кен орындары қарастырылады екен. Қорлардың өсімін ескере отырып, олар қазіргі ғасырдың бойында кен орындарды жер асты шаю әдісімен игеруге жеткілікті екен. Өнеркәсіптік маңыздылығы бойынша Шу-Сарысу кендері провинцияларының кен орындарына жақын келетін Іле провинцияларының кен орындары қабаттық инфильтрациялық Случекинское грунттық тотығу төменгі Іле кен орны және солтүстік Қазақстан провинциясының грунттық инфильтрациялық кен орны Семізбай кен орнын атауға болады екен. Олар қуаттылығы және ұзақтығы уран қоры бойынша шағын болса да, кендердегі уран мөлшерінің жоғарылығымен сипатталады екен. Құрметті білім алушылар, осымен біз екінші бөлімді аяқтадық. Енді бұл бөлімді толыққанды бекіту мақсатында берілген бақылау сұрақтарына жауап берулеріңізді сұраймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.